Құрметті достар, тағы да Ресей, тағы да Украина, тағы да Ресейдің пропагандасы. Соғысқа дейінгі украиналық үкімет жемқорлар жайлаған және бірнеше бай адамдармен басқарылған әлемдегі ең нашар елдің қатарында болды, деп айтыпты Билл Гейтс. Ресейлік пропаганданың сөзінше, міне мына видеода. Украинское правительство – одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Құрметті достар, бұл тек бір ғана видео емес. Осындай мазмұнмен біраз материалдар пропагандистер тарапынан қаптап кетті. Бәрінің мақсаты бір. Украина билігін жамандау, бұл әрине өте өкінішті көрініс. Ендеше пропаганданы әшкерелейік. Олар нені бұрмалап, нені манипуляциялады. Кеттік. Енді сіздерге нақтырақ түсіндіріп берсек. 23 қаңтарда Гейтс Аустралияда Лоуи институты аналитикалық орталығында сұхбат берді. Әңгіме барысында әлемдік деңгейдегі проблемалар мен Ресейдің Украинаға басып кіруі талқыланған болатын. Расымен Билл Гейтс Украинаның қиын жағдайда екенін айтты. Бірақ перспективасы көп мемлекет екенін де айтып кеткен. Орталықтың атқарушы директоры Майкл Фуллилав Гейтске былай сұрақ қояды. Цитата. Зеленскийдің көшбасшылығы елді басқаруы мен еліне түскен сынақты әлемге жылдам жеткізе алуы таңғалдырады. Бұдан басқа да тауқыметті осылайша әлем назарына ұсыну туралы сабақ ала аламыз ба? Деді ол. Ал Гейтс былай жауап берді. Зеленскийдің елді күресу үшін біріктіре алғаны таңғалдырды. Адамдар Украина Ресейдің басқыншы әрекетіне қарсы сәтті күреседі деп күтпеді. Шынту айтуында Ресей бәр ойлағандай емес, әлсіз әрі дәрменсіз болып шықты, ал Украина әлде қайда мықтырақ. Соғысқа дейінгі украиналық үкімет жемқорлар жайлаған және бірнеше бай адамдармен басқарылған әлемдегі ең нашар елдің қатарында болды. Расында да Украина халқы үшін өте ауыр жағдай. Яғни, ресейлік пропаганда сұхбат мазмұнын бұрмалаған. Билл Гейтс соғысқа дейінгі үкіметті айтқан. Ресей Украинаға басқыншылық саясатын 2014 жылы ақпанда бастап, сол жылы наурыздың 18-інде Қырымды аннексиялады. Гейтс Виктор Янукович тұсындағы ел үкіметі жайлы айтқан. Себебі Янукович кезінде билік бірнеше олигархтан шоғырланумен сипатталған. Осының салдарынан елде революция болып, үкімет ауысты. Ал әдетінше ресейлік пропаганда Ресейдің басқыншы саясатын, яғни соғысты арнайы операция деп өзгертіп, Гейтс дәл солай айтқандай етіп оқырмандарды шатастырған. Сіздерге айтар кеңесіміз, желіде, медиада оқыған ақпаратты әбден саралап дерек көздерін тексеріңіз. Ал күмәнді ақпаратты көрсеңіз, бізге жіберсеңіздер болатынын ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.